Қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге сүзбелі патрушка жасап көрсетемін. Өте дәмді, тез жасалатын патрушки. Үзіп көрсетемін. Тестасы өте әдемі үлгерген. Бізге ол үшін керек заттар: қамырын илеп аламыз бірінші. Сүт керек 200 грамм. 200 грамм сүтке 200 грамм жыл су құйып алдым. 5 грамм тұз салдым. 50 грамм шекер салдым. 100 грамм сұйық май құйдым. 5 грамм дрожж салам. Сөйтіп жақсылап араластырып, дрожжымыз еру үшін 5-10 минутқа жауып қоям. 5-10 минуттан кейін алдын ала өткізілген ұнды салып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр жақсылап илеп алып, қамыр қатты болып қалмау керек, немесе өте жұмсап қалмау керек, орташа деңгейде болу керек. Сөйтіп ашытуға 40-50 минутқа қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Өте әдемі ашыған, жақсы көтерілген. Қамыр бабында иленетін болса, осындай әдемі болып ашиды. Осы қамырмен енді жұмыс жасай беруімізге болады. Ыдысынан түсіріп алып, қамырымызды бір қарып илеп аламыз. Өзімізге қажетті қамырды бөліп алып, суалайтын боламыз. Осылай бөліктерге бөліп, оны тағы да кішкентай бөліктерге бөліп, патрушканың формасындай қылып, домалақтайтын боламыз. Осылай домалақтап бәрін табамызға саламыз. Табамызға салып, тағы да бетін жауып, бір 5-10 минутқа қойып қоятын болсақ, қамырымыз тағы да көтерілетін болады. 5-10 минуттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін, осылай домалаққа ортасын тесік қылып алуымыз керек, сүзбені салу үшін. Ол үшін мен ұнға батырып алып, осылай домалақ тестім. Сүзбемізге менде 600 грамм сүзбе, бір жұмыртқаны салып, 100 грамм шекер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осының үстіне енді біз 2 ас қасық кукурузный крахмал саламын. Міне кукурузный крахмалым, осыған 2 ас қасық қазір өлшеп аламын да. Бұны да жақсылап араластырып, сосын салмамыз дайын болады. Жаңа ортасын дөңгелек ойып алған тестамызға осы салманы саламыз. Шамал сұйықтау болып кеткеннен кейін мен елекке қойып қойдым, сонда су шамал тартылатын болады. Сосын осындай қамырымыздың ортасы ойылған жеріне сүзбемізді саламыз. Сүзбемізді жақсылап сабағаннан кейін қамырына айналасына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бәріне олай осылай қамырымызға жұмыртқаның сарысын жағып алғаннан кейін 180 градуста 30-35 минутта пешімізді пісіріп аламыз. Мінекей біздің патрушкамыз пішті. Өте қып-қызыл, әдемі көтерілген. Ішін қазір кесіп көрсетем. Достар, жасап көріңіздер. Бір жасағынан шығатын, тексерілген, күнделікті салып жүрген рецепт. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.